Қазіргі үлкен проблеманың бірі ол аутизм. Аутизм, баланың сөйлемеуі, мен сол жағынан өзімді көп көрсеткім келеді. Негізі мен мамандығым педиатр. Педиатр болып 7 жыл жұмыс атқардым. Реабилитация оқуы басталды деп 2018-де айтты. 2018-ден бастап мен осы мамандыққа бет бұрдым. Өйткені көптеген балаларда логопед, дефектолог біздің ауылымызда жоқ болғандықтан кейін өзім жастар неге қолға алмасқа, неге қалаға барамыз, неге ауылда емделмеске деп өзімді сол бағытта оқыта бастадым. Қарай бастадым, қалай көрсету керек екен. Мен педиатриялық патронажға барғанда тек қана қызуын, температурасын, баланың тамағын ғана қарап қоймай, баланың сөйлей ма, психикалық дамуын, сонымен қатар баланың опорасы қандай, ары қаратай не істеуге болады, соны да бірге консультация беретін. Уақытына жетпей туылған балалар көп. Мысалы, біз группа риск деп қоямыз, ары қаратай жұмыс істемейтінбіз. Қазір мен уже педиатрлармен бірге бірігіп, мен ол балаларды өзіме емдік шаралар жасап жатырмын 16 орталығында. Дәрісіз балаларды ЛФК, массаж, жаңағы физиолечение бізде өте жақсы, бізге бәрін жақсы орнатып, ремонтын мен әдемілеп берген. Барлық аппараттар, бәрі бізде қол жетімді. Шалғай ауылдарда орналасқан үйлер бар, ауылдар бар. Олар 16 орталығы не екенін білмеді. Балалар жүрмеді, сонымен жата берді. Біз үйлеріне барып, сол балаларға консультациямызды беріп, біздің орталығымызды айтып, қазір олардың бәрі бізде 3 ай сайын ем алып, қазір балалары оң нәтиже көрсетіп жатыр. Бізде аутизм балалар 1-ші классқа барып жатыр. Жүрмеген балалар жүріп нәтиже көрсетіп жатыр. Тараз қаласына келген мақсатымыз бізде өзіміздің біліктілігімізді көтеріп, өзіміздің шағын ғана ауыл болса да, ауылдық емес, осы медицинаны жан-жақты көрсеткіміз келеді. Менің алға қойған мақсатым біздің өзіміздің Қазақстандағы мысалы салт дәстүрімізді араластыра отырып, неге церебральдық паралич, аутизм, ЗПР дейді, соларға бағыт жасамасқа, мысалы АБ терапиясы, Джаспера деп атады, тағы да басқа, бобот дейді, сол сияқты неге Қазақстанда өзінің әдістемесін ойлап таппасқа? Неге бізде тоже басқа мемлекетке барып, өзіміздің осы әдістемелік оқуымызды оқытпасқа? Осы жағынан мен өзімді күшейтіп, осы жағынан мен өзімді көрсеткім келеді. Мен қазір қалай қамқорлық 16 орталығында жұмыс істей бастадым, солай біздің шағын ғана ауылымызда көптеген қалалар біле бастады, көптеген наградалар ала бастадым. Мысалы, былтырғы мен жылдық үздік дәрігер атандым, жыл үздік маманы атандым.